Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Мен Гүлназ Сәбитовна, гинеколог-дәрігер. Бүгін біз өте маңызды, бірақ жиі үнсіз қалатын тақырып туралы сөйлесеміз. Жыныстық қатынас кезінде ауырсыну. Медицинада бұл диспарeunia деп аталады. Көп әйел жыныстық қатынас кезінде ауырады, бірақ айтпайды, жұбайына айтпайды, дәрігерге айтпайды. Бәрі солай деп ойлайды, немесе мен шыдаймын деп жалғастыра береді. Бұл дұрыс емес. Жыныстық қатынас ауырмау керек. Норма ауырсыну болмауы. Ауырсыну болса, бұл дененің сигналы. Бүгін мен сізге 10 себепті айтамын. Нақты, түсінікті және не істеу керектігін. Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен маңызды нәрсені айтайын. Жыныстық қатынас кезінде ауырсыну сіздің кінәңіз емес. Жұбайыңыздың кінәсі де емес. Бұл медициналық жағдай. Себебі бар, шешімі бар. Жасырмаңыздар, дәрігерге айтыңыздар. Бірінші себеп – жыныс жолының құрғауы. Бұл жыныстық қатынас кезінде ауырсынудың ең жиі себебі. Жыныс жолы жеткілікті ылғалданбаса, ителіс болады, ауырсыну болады, жыртылу болуы мүмкін, тіпті қан кетуі мүмкін. Неліктен құрғайды? Жеткіліксіз алдын ала ынталану. Ең жиі себеп. Асықпаңыздар, жеткілікті ынталану болса, табиғи ылғалдылық болады. Эстроген төмен болуы, климакс кезінде, босанудан кейін, кейбір контрацептивтер кезінде, стресс, кортизол ылғалдылықты азайтады. Кейбір дәрілер, антигистаминдер, антидепрессанттар, дегидратация, жеткілікті су ішпесеңіздер. Шешімі – лубрикант. Су негізіндегі ең қауіпсізі. Гинеколог тағайындаған жергілікті эстроген крем гормональды себеп болса. Екінші себеп – вагинизм. Жоғарда жеке видео жазатынымды айттым, бірақ қысқаша айтайын. Вагинизм – қынап бұлшық еттерінің еріксіз спазмы. Жыныстық қатынас кезінде немесе кіру кезінде бұлшық еттер автоматты жабылады. Өте қатты ауырады. Кейде мүлде мүмкін болмайды. Себептері – психологиялық жара, жыныстық зорлық, алдыңғы ауыр тәжірибе, үрей, алаңдау. Бұлшық еттер санадан тыс жабылады. Шешімі – гинеколог пен психолог немесе сексолог бірге жұмыс жасайды. Тамаша емделетін жағдай. Үшінші себеп – вульводиния немесе вестибулит. Бұны аз адам біледі. Вульводиния – жыныс мүшесінің сыртқы аймағының созылмалы ауруы. Жанасуға өте сезімтал болады. Жыныстық қатынас мүмкін болмайды, тіпті жеңіл жанасуда ауырады. Вестибулит – қынап кірер жердің ауруы. Тек сол аймақта. Тамаша жұмыс істейтін нерв жасушалары тым сезімтал болып кетеді. Белгілері – күйдіру, сырқырау, қышу, жанасуда ауырсыну. Себебі толық анықталмаған. Инфекциядан кейін, гормональды өзгерістен, нерв зақымдануынан болуы мүмкін. Шешімі – гинеколог тексеруі, физиотерапия, жергілікті дәрілер, кейде нейромодуляторлар, психотерапия. Төртінші себеп – эндометриоз. Жыныстық қатынас кезінде тереңдегі ауырсыну. Мүше терең кірген сайын ауырсыну күшейеді. Бұл эндометриоздың классикалық белгісі. Неліктен? Эндометрий тине жатырдан тыс жерлерде, аналық бездерде, іш пердесінде, жатыр артында өседі. Жыныстық қатынас кезінде осы тиндер тітіркенеді, қатты ауырады. Кейде оргазмнан кейін де ауру бірнеше сағат сақталады. Шешімі – гинеколог тексеруі, ультрадыбыс, лапароскопия, гормональды ем немесе операция. Бесінші себеп – аналық без кистасы. Аналық бездің кистасы белгілі бір қалыпта жыныстық қатынас кезінде ауырсынуға себеп болады. Мүше терең кірген кезде аналық безге тию мүмкін. Егер кистасы бар болса, қатты ауырады. Белгілері – бір жақтан тереңде ауырсыну, ай сайын бір жерде ауырады. Кейде іш астынан сезіледі. Шешімі – ультрадыбыс. Кистаның өлшемі мен сипатына қарай ем тағайындалады. Кейде өздігінен жоғалады. Кейде операция. Алтыншы себеп – жыныстық жол инфекциялары. Молочница, бактериальды вагиноз, хламидиоз, трихомониаз барлығы жыныстық қатынас кезінде ауырсынуға, күйдіруге, дискомфортқа себеп болады. Инфекция кезінде жыныс жолының тіндері қабынған, тітіркенген, жанасу ауырады. Белгілері – ағу, иіс, қышу, күйдіру. Жыныстық қатынас кезінде де, одан кейін де. Шешімі – дереу гинекологқа, анализ тапсыру. Нақты инфекцияға қарай антибиотик немесе антифунгальды дәрі. Жұбайыңыз да тексерілу керек. Жетінші себеп – жатыр мойнының қабынуы, сервицит. Жатыр мойны қабынса, жыныстық қатынас кезінде ауырады.
Мүше тиген сайын жатыр мойнына тиеді. Қабынған тін ауырады. Белгілері: жыныстық қатынастан кейін қан кету, ауырсыну, жағымсыз ағу. Себептері: инфекция, хламидиоз, гонорея немесе аллергиялық реакция, латекс, лубрикантқа. Шешімі: гинеколог тексеруі. Инфекция болса антибиотик. 8-ші себеп: жатыр миомасы. Миоманың кейбір орналасуы жыныстық қатынас кезінде ауырсынуға себеп болады. Жатырдың артқы қабырғасындағы немесе жатыр мойны маңындағы миома жыныстық қатынас кезінде тітіркенеді, ауырады. Белгілері: тереңдегі ауырсыну, кейде жыныстық қатынастан кейін де сақталады. Мол етеккір, қосымша белгі. Шешімі: ультрадыбыс. Миоманың орны мен өлшеміне қарай бақылау немесе ем. 9-шы себеп: босанудан кейінгі өзгерістер. Бала тууден кейін жыныстық өмірге оралу кезінде ауырсыну жиі болады. Неліктен? Эстроген деңгейі төмен, әсіресе сүт беретін болса. Жыныс жолы құрғайды. Эпизиотомия тыртығы жыныстық қатынас кезінде ауырады. Жамбас бұлшық еттері босаңсыған, тонус төмен. Бұл уақытша, бірақ елемеу керек емес. Гинеколог кеңес алыңыздар. Лубрикант, жергілікті эстроген, кегель жаттығулары. 10-шы себеп: психологиялық себептер. Бұл туралы ашық айтуым керек. Кейде жыныстық қатынас кезінде ауырсынудың анық физиологиялық себебі табылмайды, бірақ ауырсыну бар. Бұл психосоматика деп аталады. Ми дене арқылы сигнал береді. Неліктен болады? Бала кезіндегі жыныстық зорлық немесе жара, алдыңғы ауыр жыныстық тәжірибе, жыныстық өмір туралы теріс сенімдер, бұл кінә, бұл міндет деген ойлар, жұбайымен байланыс мәселесі, тревога, депрессия. Осы жағдайларда дене жыныстық жақындықтан қорғанады. Бұлшық еттер кернеледі, ауырсыну пайда болады. Дәрі көмектеспейді, тек психотерапия, сексолог немесе психолог көмектеседі. Қорытынды айтайын. Жыныстық қатынас кезінде ауырсынудың 10 себебі. 1-ші, жыныс жолының құрғауы. 2-ші, вагинизм. 3-ші, вульводиния немесе вестибулит. 4-ші, эндометриоз. 5-ші, аналық без кистасы. 6-ші, жыныстық жол инфекциялары. 7-ші, жатыр мойнының қабынуы. 8-ші, миома. 9-ші, босанудан кейінгі өзгерістер. 10-ші, психологиялық себептер. Маңыздысы, осы себептердің барлығы анықталады, барлығы емделеді. Жыныстық қатынас ауырмауы керек. Ауырса, бұл норма емес. Дереу гинекологқа барыңыздар. Жасырмаңыздар, шыдамаңыздар. Шешімі бар. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Комментарийде жазыңыздар. Осы тақырып туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Жыныстық қатынас кезінде ауырсыну, жасырып жүрмей, дәрігерге айтуы керек мәселе. Келесі видеода жыныстық қатынастан кейін қан кетсе не білдіреді деген тақырыпта сөйлесемін. Сонда кездескенше, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ Сәбитовна, қайта кездескенше.